Бүгін анам екеуміз ақша үнемдеуді және оны қалай тезірек жинауға болатыны туралы сөйлестік. Анам маған бірнеше жақсы кеңес айтты. Сол себепті мен оларды жазып алдым. Енді оларды сіздермен бөліспекпін. Бірінші кеңес, анам шығынымды жазып жүруім керек деді. Ең дұрысы, шығындарыңды күн сайын жазып, ата-анаңмен ол жайында сөйлесу. Екінші кеңес, шопингке барар алдында сатып алу керек заттардың тізімін жасап, оны қатаң сақтау керек. Үшінші кеңес, бонустық карталарды, жеңілдіктерді және түрлі бонустарды пайдаланыңыз. Олардың көмегімен мен аздап үнемдей аламын. Төртінші кеңес, барлық үнемделген ақшаны анамның немесе әкемнің депозитіне салу. Бұлай ақшаны үнемдеп қана қоймай, көбейте аласың. Бесінші кеңес, қарыз алмауға тырысу. Ата-анамнан жаңа гаджетке, несиеге немесе бөліп төлеуге алуды сұрағаннан гөрі ақша жинағаным жақсы. Несие үлкен жауапкершілік. Бұл ережелер біздің отбасымызға ақша жинауға және оны шынымен маңызды әрі қажетті нәрселерге жұмсауға көмектеседі. Сендерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше.